Сәлеметсіздер ме, құрметті жарқайындықтар? Эфирде ел және қоғам бағдарламасы және демен оның жүргізушісі Ирина Серпуховитова. Бүгінгі шығарылымда біз көктемгі су тасқыны қаупі бар кезеңге дайындық мәселесін талқылаймыз. Бұл шара Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жыл сайынғы жолдауларында қойылған тапсырмалар аясында жүргізілуде. Осы орайда біз Держанец қаласы әкімінің орынбасары Сүлейменов Азамат Амангелдіұлымен сұхбаттасатын боламыз. Сәлеметсіз бе, Азамат Амангелдіұлы? Алдымен су тасқыны дегеніміз не, соны түсіндіріп өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті жерлестер, Держанец тұрғындары. Су тасқыны бұл өзен, көл немесе басқа су айдындарының су деңгейінен уақытша көтерілуі. Ол табиғи құбылыстарға жатады. Ол қардың еруі, мұздың еруі, немесе нөсер жауын-шашын болған уақытта судың деңгейі көтеріледі. Әдетте паводок маусымдық сипаттағы ие. Алайда кей жағдайларда күтпеген жерден орын алуы мүмкін. Паводок су тасқынына ұласуы ықтимал. Ал аумақтық едәуір бөлігінің су басумен сипаттары әрі табиғи апат. Сондай-ақ апатты су тасқыны да болады. Мұндай жағдайда өзен немесе су қоймасы деңгейі 2 есе көбейіп, су сыртқа жайылып сыртқа шығады. Ондайақта бірнеше рет қауіпті мүмкін адамдарға әкелуге. Су тасқыны жақындап келе жатқан алдын ала білу үшін және су айдындарының жағдайы мен ауа райы туралы өзекті ақпарат алу үшін гидрометеорологиялық қызметкерлердің болжамдарын, төтенше жағдайлар органдарының хабарламаларын, бұқаралық ақпарат құралдарын, әлеуметтік желілер мен мессенджерлер бақылау қажет. Жалпы су тасқынын қай уақытта күтуге болады? Су тасқыны ол біздің жақта әсіресе көктем уақытында болады. Ол наурыз айының соңы мен сәуір айында болатын су тасқыны болады біздің жақта. Су тасқыны қаупі бар аймақтарда тұратын тұрғындар су тасқынына қалай дайындалу керек? Нені алдын ала әзірлеу қажет? Алдымен төтенше жағдайға арналған жағдай жиынтық дайындау керек. Оның құрамында бірнеше күнге жететін ауыз суы, азық-түлік пен дәрі-дәрмек, қолшам, батареямен жұмыс істейтін радио қобдишасы, қосымша батарейкалар, алғашқы медициналық көмек қобдишасы, су өтпейтін қаптамаға салынған маңызды құжаттар мен бағалы заттар, жеке гигиена құралдары, көрпелер мен жылы киімдер болуы тиіс. Сонымен қатар отбасының әр мүшесінде бір-бірімен және төтенше қызметкерлермен байланысқа арналған телефон нөмірлерінің тізімі болған жөн. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 бірыңғай нөміріне хабарласып, операторға жеке деректерді, орналасқан жерін немесе жағдай мән-жайын нақты жеткізу қажет. Көршілеріңізбен әрекет етіп жоспарын алдын ала талқылаңыз. Кей жағдайда жақын маңда тұратын адамдардан көмегі өте маңызды болуы мүмкін. Мысалға, су тасқыны күтпеген жағдайда болғанда көрші үйде балалар жалғыз қалып қоюы ықтимал. Отбасының барлық мүшелеріне, соның ішінде балаларға да су тасқыны және эвакуация кезінде қалай әрекет ету керектігін түсіндірген жөн. Су тасқыны кезінде не істеу керек? Билік өкілдерінің нұсқауларын қатаң сақтаңыз. Жергілікті атқарушы органдардың хабарламаларын бақылап, солардың ұсынымдарына сәйкес әрекет етіңіздер. Судың алыс болыңыз. Су ағыны жаяу немесе көлікпен кесіп өтуге әрекет жасамаңыз. Тіпті аз ғана су ағыны адам аяғын шалып немесе автокөлікті ағызып әкетуі мүмкін.
су ағысы алғашқы қарағанда әлдеқайдан күшті болуы ықтимал. Егер мүмкіндік болса, қайық немесе үрлеме қайық алдын ала дайындап қойған жөн болады. Бұл қажет жағдайда судан қауіпсіз өте көмектеседі. Әрдайым жаныңызда қуатты толық зарядталған ұялы телефон болған дұрыс. Қосымша ретінде пауэрбанк алып жүрген жөн. Телефон қуаты мүмкіндік болған жағдайда пауэрбанк қажет құрал болып айналады. Сондай-ақ уақытша бөліктерден жасау үшін құм толтырылған қаптарды алдын ала дайындаңыз. Су басу қаупі туындағанда кез келген кедергілер төтенше жағдай үлкен көмек көрсетуі мүмкін. Қарт адамдарға қандай кеңес берер едіңіз? Қарт жастағы адамдарға мүмкіндігінше су басу қаупі бар аумақтардан уақытша кетуге ұсынылады. Мысалы, Павловка қауіпті жоқ басқа аудандарға немесе облыстарға туған туысқандарына барған жөн. Жалпы мұндай жағдайда адамдар ортасында болған жөн. Тіпті олар сізге таныс болмаса да бірге болу өзара көмек көрсету мүмкіндік береді. Қауіпті жағдай туындысы бір-біріңізден қолдап көрсетіп, қажет кезінде ақпарат беріп немесе ескертіп, ықтимал апаттың алдын алуға септігін тигізеді. Міндетті эвакуация қажет болатын жағдайлар кездеседі ме? Егер билік органдары эвакуациялау туралы нұсқау берсе, оны дереу орындау қажет. Үйден шығар алдында су мен газды міндетті түрде жауып, электр қуатын өшіріп кетуіңізді ұмытпаңыздар. Байланысты үзбеңіз. Алдын ала дайындалған байланысқа құралдарыңыз пайдаланып, отбасыңызбен, жеке жақындарыңызбен үнемі хабарда отырыңыздар. Радио, теледидар немесе интернет арқылы жағдайға қатысты жаңа тұрған ақпаратты тұрақты түрде бақылаңыз. Эвакуация орталықтары құтқарушылар тұрғындарға су басу аймағынан кетуді талап еткен жағдайда ең жақын эвакуациялық орталыққа барыңыз. Сонымен қатар жергілікті билік органдарының Павловкадан зардап шеккендердің үшін уақытша тұруға арналған арнайы пункттер ұйымдастырылады. Оның ортасында азық-түлік, ауыз су, медицина көмектері қарастырылған. Біздің ауданда осындай эвакуациялық орталықтар бар ма? Біздің қалада эвакуация пункті бар. Ол Бержайын қаласында орналасқан Ахман Құбаев атындағы орта мектеп интернатының ішінде. Оның ішінде бірінші дәрігерлік көмек көрсетіледі, тамақ беріледі, және адамдарға демалатын орындар бөлінген. Егер адамдар су басу аймағында қалып қойса, не істеу керек? Біріншіден, ол ғимараттың жоғары қабаттарына шығыңыз. Егер сіз үйде немесе басқа ғимаратта су деңгейі көтеріле бастаса, дереу жоғары қабаттарға көтеріңіз. Бұл ең қауіпсіз орын болып саналады. Немесе шатырға көтеріңіз. Егер су одан да әрі көтеріліп ғимарат шығуы мүмкін болмаса, баспалдақ арқылы шатырға шығыңыз. Сол жерден құтқарушылар назарына аударуға болады. Биік жерлерді іздеңіз. Мүмкіндік болса су басу қаупі жоқ, биігірек орналасқан аймақтарда эвакуациялаңыз. Төбелер, қыраттар және басқа да табиғи биіктіктерге де су деңгейі көтерілген кезде қауіпсіз орын бола алады. Өзіңіз орналасқан жердегі қауіпсіз паналарды табыңыз. Кейбір ғимараттардың су тасқыны кезінде пайдалануға арналған арнайы қауіпсіз орындары алдын ала қарастырылған. Осындай орындар туралы ақпарат біліп, қажет болған жағдайда сол жерде барыңыз. Егер су тез көтеріліп, аумақ пен кең көлемде су астында қалса, ең дұрыс шешім қауіпті аймақтан кету. Мұндай жағдайда адам биік жерде болып, су басқан аумақтың барынша алыс орналасуы тиіс. Су тасқынынан кейін не істеу керек? Су тасқынынан кейін үйге абайлап ораласыздар. Билік органдарының қауіпсіз екенін ресми түрде хабарламағанша тұрғын үйге кірмеңіздер. Жақындаған жолдар мен көпірлердің сақ болыңыздар. Апырылып кету немесе құлап кетуге мүмкін.
Үйіңізде тексеріңіз, тұрғын үйдің зақымдану деңгейін мұқият қараңыз. Газдан шығу қауіпті жоқ екенін көз жеткізбейінше үй ішінде ашық отты пайдаланбаңыз. Электр қуатын абай болыңыз. Егер электр құрылғыдағы су малынған болса, олардан қоспаңыз және негіз қосқыштарын іске қоспаңыздар. Мұндай жағдайда міндетті түрде маман электр тексеруші қажет. Ауыз судың сапасын тексеріңіз. Краннан аққан суды бірден ішпеңіз және тұрмысқа пайдаланбаңыз. Адамның оның таза әрі қолдану жарамды екенін көз жеткізу керек. Құбырларға құрамдағы түрлі бактериялар мен инфекция болуы мүмкін. Лас павлық суы ықтимал. Тазалық пен гигиена үйді тазалау кезінде жеке қорғаныс құралдарын пайдаланыңыз. Алдымен үй ішіндегі су және лайды шығарып тастаңыз. Содан кейін павлық сумен жанасқан барлық беттерді міндетті түрде залалсыздандырыңыз. Су тасқынын алдын алу дайындығы барысында жергілікті атқарушы органдар қандай шаралар қабылдануда? Жарқайың ауданының әкімдігімен су тасқыны қарсы іс-шаралар жоспарын әзірледі. Осы жоспар аясында қауіпті төнуі мүмкін аумақтарды жарылыс жұмыстарын жүргізілді. Сонымен қатар арнайы техникалық көмегімен қорғаныс жер үйінділерін биіктетіп күшейтілді. Бұл шаралар тұрғын аймақтардағы ықтимал су басудан қорғану бағытталған. К нам прибыли с войсковой части города Коля 22 бойца, которые помогают нам заготавливать мешкотару. В последующем будет проводиться укладка на земляном полу. Огромная всем благодарность, кто в этом участвует. Непосредственно наши жители также участвуют в мешкотаре. Жылудың келуімен Жарқайың ауданында жыл сайын елді мекендерді су басу қаупі туындайды. Осыған байланысты құтқарушылардың, коммуналдық қызметкерлердің және аудан тұрғындарының барлық күштері төтенше жағдайларды болдырмау үшін жұмылдырылды. Ауданда халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және көктемгі су тасқынынан болатын ықтимал залалды азайту үшін су тасқынына қарсы алдын алу шараларын жоспарлы түрде дайындау және іске асыру жүргізілуде. Су тасқынына қарсы іс-шараларды жүргізуге күштер мен техникалық құралдардың топтамасы құрылды. Су басу жағдайында іс-қимылдар алгоритмі әзірленді. Онда халықты орналастыру, мүлікті сақтау, ауыл шаруашылығы жануарларын орналастыру мәселелері егжей-тегжейлі пысықталды. Бұл ретте адамдардың өмірі мен денсаулығын сақтауға ерекше назар аударылды. 2026 жылғы 14-16 наурыз аралығында Есіл өзенінің арнасында мұз қабатын босату, ұсақтау және қопсыту бойынша жарылыс жұмыстарының бірінші кезеңі өткізілді. Жұмыстарды Қазтех инженеринг групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және КМД холдинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мердігерлік ұйымдары жергілікті атқарушы органдармен, төтенше жағдайлар бөлімімен және аудандық полиция бөлімімен бірлесіп орындады. Жару жұмыстарының бірінші кезеңі Держаинск қаласы, Львовская ауылы, Пригород ауылы, Гастелла, Пятигорская және Отрадный ауылдары болды. Бірінші кезеңінің қорытындысы бойынша 213 тесік бұрғыланды. 426 килограмм жарылғыш зат пайдаланылды. Жарылыс жұмыстарының жалпы ауданы 2463,6 метр кубты құрады. Аталған іс-шараларды жүргізу көктемгі кезеңде мұз кептелістерінің пайда болуын болдырмауға және су тасқыны қаупін төмендетуге бағытталған. Су тасқынына қарсы алдын алу шаралары төтенше жағдайлар басқармасы, шаруашылық жүргізуші субъектілер, еріктілер және барлық немқұрайлы азаматтар жүргізді. Су басу қаупін төмендету үшін көшелер мен аулаларды қардан тазалау, бөгеттерді, қорғаныш білектерін нығайту және жөндеу, өзен арналарын және су бұру арналарын қоқыстан, мұздан, тұнбадан тазарту, гидротехникалық құрылыстарды тексеру және оларға қызмет көрсету, тәуекелі жоғары аймақтарда қосымша су бұру арналарын салу, уақытша қорғаныс құрылыстарын, құм салынған қаптарды құру. Жарқайың ауданына қарасты Пригород ауылында көктемгі су тасқынының алдын алуға бағытталған
ауқымды дайындық жұмыстары қарқын алды. Табиғи қатердің алдын алу мақсатында тиісті шаралар кешені жүйелі түрде жүзеге асырылуда. Аталған жұмыстарға Ақкөл қаласынан арнайы келген Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігінің нөмірі 55-209 әскери бөлімінің 20 әскери қызметшісі жұмылдырылды. Олар елді мекенді қорғау үшін тұрғызылған жер үйіндісін нығайту мақсатында құм толтырылған қаптарды дайындаумен айналысты. Төтенше жағдайлар министрлігінің 55-209 әскери бөлімінен 24 наурыз 2026 жылы Ақмола облысы Жарқайың ауданы пригород ауылына 20 әскери қызметші көмекке келдік. Қазір таңда су алдын алу мақсатында дамбыларды күшейту жұмыстарын алдын алу үшін қазір қаптарды дайындау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қаптар дайындап болғаннан кейін дамбыларды күшейту жұмысын кірісеміз. Біздің әскери бөлім 55-209 төтенше жағдай министрлігі әрдайым, әр кезде көмекке халыққа дайынбыз. Сонымен қатар бүгінгі күнге дейін 3000-ға жуық қап пен 5000 текше метрден астам қар сыртқа шығарылып, ерген судың қаупін азайтуға мүмкіндік жасалды. 2 экскаватор іске қосылған жер үйіндісін нығайту жұмыстары жалғасуда. Жұмыстарды жүргізуге Бауыр Агро Инвест, Нұрай Н, Рассвет М, Арғын Т-50, жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, сондай-ақ Барс, Ая Люц және Саан шаруа қожалықтарының техникасы жұмылдырылды. Өткізіліп жатқан барлық іс-шаралар су тасқынының алдын алуға және елді мекен тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Мынау көктемгі жұмыс ауыл әкімінің жұмысы деп ойлаймын бұны да. Ауыл әкімінің тапсырмасымен әйтеуір бүкіл көшені қардан тазалап жатыр. Осы анау мектеп ар жағынан басталды деймін осы. Осы көшені түгел тазартып келе жатыр. Алғысымыз шексіз осы қар. Ертең топан су осы қар кетпесе, қар тұрса суда қаламыз ғой. Әйтеуір халықтың қамын ойлап жатыр бір жағынан. Әрқашан аман болсын. Жатқан қызметтері жана берсін әрқашанда. Рахмет осындай қардан ауылымызды қардан тазартып жатқандарына. Мамандардың айтуынша, жер үйіндісін күшейту жұмыстары әлі де жалғасады. Қабылданып жатқан барлық шаралар елді мекен тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және ықтимал су тасқынының салдарын болдырмауға бағытталған. Қазіргі жағдай бойынша құтқару бөлімшелерінің күштері мен құралдарын топтастыру су тасқыны жағдайында іс-қимылға толық дайын. Аудан аумағындағы су тасқынына байланысты барлық мәселелер жауапты органдардың тұрақты бақылауында. Жарқайың ауданы әкімдігінің жанынан су тасқынына қарсы жедел штаб құрылды. 15 наурыздан бастап ол ықтимал төтенше жағдайларға жедел ден қою үшін тәулік бойы жұмыс істейді. Қала әкімдігі су тасқынына қалай дайындалуда? Қазіргі уақытта барлық қызметкерлер күшейтілген жұмыс тәртібіне көшірілді. Паводка кезінде, басқа да төтенше жағдайлар кезіндегідей барлық демалыстардан уақытша тоқтатылады. Яғни бізде кез келген штаттың тыс жағдайы жедел әрекет етуге дайын толық құрам бар. Бүгінде біз жеке кәсіпкерлермен және де жеке шаруашылық организацияларына техникамен көмек жасауға меморандум жасалған. Сонымен қатар жергілікті атқарушы органдар қажет болған жағдайда өз техникаларын біздің қарамағымызға беруге дайын. Бұдан бөлек судың сорып шығару үшін мотопомпалар сатып алынды, 2000 қап сатып алынды, және де 80 тонна инертерлік материал дайындалды. Қазіргі уақытта сол қаптарға инертный материалды құмды салып дайындап жатырмыз. Өткен жылы бізге кәсіпкерлер және шаруашылық қожалықтарының басшылары айтқарлықтай көмек көрсетті. Олар автокөлік, құрылыс және ауыл шаруашылығының техникаларын ұсынды. Қажет болған жағдайда жасалған келісімшарттарға сәйкес биыл да олардың қолдануы сенім артып аламыз. Қандай да бір оқу жаттығу өткізіліп жатыр ма? Биыл 2 жаттығу өткізілді. Ол паводка уақытында дайындықты қалай өтіп жатқан көрдік, мотопомпаларды тексердік, жеке құрамның қалай жұмысқа дайын екені тексерілді. Ондай жаттығулар бізде жылына 2-3 рет өтіп тұрады. Биылғы болжам қандай?
Быйыл су тасқынын күтуіміз керек пе? Биыл өткен жылға қарағанда жер қатқан жоқ, біраз су жерге сіңіп жатыр. Өткен жылы жерді мұз басып, қардың үлкен көлем жауды, мұздан еріген қар жерге кете алмай, соның нәтижесінде су көлемі өте үлкен болды. Биыл жер қатқан жоқ, ертең жылдағыдай жерге сіңуі тиіс, қатты су тасқыны болмайды деп сенеміз. Біз өзендерге судың аздап көбеюіне күтеміз. Әрине барлығы 2024 жылғы су тасқынынан қорқады. Бірақ мұндай ауытқулар ғасырда 1-2 рет болады. Біз 21, 22, 23 жылдары су тасқыны болды. Сондай осындай су тасқыны 26 жылда болады деп күтеміз. Азамат Амангелдіұлы, сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Осы сәтті пайдалана отырып, азаматтарымызға қандай кеңес берер едіңіз? Бұрынғы айтқандай, үйіңізді дайындаңыз. Маңдағы қарды тазалау, азық-түлікті, дәрі-дәрмекті, жылы киімдерді дайындау қажет. Радио қабылдағыш қосылуы ұстау. Бір сөзбен айтқанда, су тасқын дайын болу керек. Қауіпсіз өмір сүрудің қарапайым ережелерін елемеңіз.